Мен аяқларым белме, мен Әбдиева Өтебике, 60 жастаман, 60 жастаман. Мен остеопороз, грыжа, остеохондроз кеселігіменен бірталай дауаландым, бірақ мен бір айдай жақсы болып жүремін да, бұрынғы неме келемін, тізелеріме укол салдырдым. Сосын осыны бір құдашаларымыз айтып, сол арқалы келдім. Отырып тұрым, ұлыма неғып қалдым. Ұлыма жүре алмай қалдым 100 метрде. Сондан кейін осыны естіп келдім, осыны жегелі Құдайға шүкір, тәуір мен. Нешеуден жеп атсыз? Екі таблеткеден жеп отырмын. Азанда кеште. Біреуден. Біреуден да. Сондан кейін шүкір мен мынадай болып қалып едім. Осы дәрежеге келіп жатырмын, әйтеуір. Рахмет мына қызларға. Бауыр жағынан да менде не бар, май бар, не бар деп қойыпты да, о жағынан қайдым, енді көремін, жүрегім не қылатын еді, ойнап, тез скорый шақырып не қылатын едім, жүрегілерім нормаға түсіп жатыр. Жүрегім қазір бұрынғыдай ойнап деп мына ермен тығатын еді. Мынаны жегел ұлыма менде ол болған жоқ. Жақсыман, шүкір мен енді қаған 3 айынан жеп, жүріп кетсем деп не қыламын.